Сәлем қыздар, бүгін біздер алмалы құлпынайлы штрудель пісіретін боламыз. Дайындау тәсілі өте оңай. Сонымен бірге бастаймыз. Ол үшін бізге 700-800 грамм алма, 2-3 ас қасық қант және қатпарлы қамыр, кез келген, дәл осындай болуы шарт емес, қаласаңыз өзіңіз жасасаңыз болады. Алдымен алманы қабығынан аршып, майдалап турап аламыз. Қыздырылып тұрған табамызға сары майды салып ертіп аламыз. Күнбағыс майын қолдансаңыз да болады. Кейін үстіне алмамызды саламыз және оған 2-3 ас қасық қантымызды саламыз. Қант толығымен ерігенше алманы қуырып аламыз. Алмамыз дайын. Енді үстіне құлпынайдан жасалған тосапты қосып, араластырып шығамыз. Қатпарлы нанымызды жайып шығамыз. Менде үлкен болғандықтан 2 бөлікке бөлдім. Қатпарлы қамырымызды 2 шетінен шырша тәрізді естіп, осылай кесіп шығамыз. Кейін дайын болған құлпынайлы алмалы массамызды ортасына салып шығамыз да, видеода көрсетілгендей етіп өріп шығу керек. Үстіне жұмыртқаны жағып, алдын ала қыздырылған пешке 180 градусқа 20-25 минутқа қоямыз. Сонымен біздің оңай әрі тез пісірілген алмалы құлпынайлы штруделіміз дайын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!